аяғым сенің шашың бар ма осы деген сондай сұрақтар болды. Сразу айтамын, менің жеке құқығыма кірмей ақ қойыңыз, жеке шекарамнан аспай ақ қойыңыз. Арабтар деп санайтын көбінесе. Басын жуасың ба, шашың түсі қандай? Бұлар террористер, бұлар жарат. Мән бер. Негізінен қоғам көбінесе маған шындығын айтқанда күлкілі сұрақтар негізі. Орамалмен ұйықтайсың ба деген ең алғаш батыстан группаластарым келген кезде бірінші көрсе сондай сұрақтар қойған. Аяғым сенің шашың бар ма осы деген сондай сұрақтар болды да мен қатты күлкім келді. Бірақ енді ол кісілер түсінбегеннен мен түсіндіруге тырыстым. Я, осылай мен шашым бар, орамалмен ұйықтамаймыз. Біз кәдімгі қыздар сияқты орамалны шешеміз дейді, әке-шешеміздің өзінше шашпен жүреміз деген сияқты сондай. Бірақ ондай қатты сұрақтар, ыңғайсыз сұрақтар болған жоқ, бірақ басында бастапқыда солай болды. Намазға қанша жастан бастап келді, хиджабқа қанша болды келгеніне, немесе қоғамнан намазды бастағанда хиджабқа келген кезінде ата-анаң қалай қабылдады, қоғам қалай қабылдады, достарың қалай қабылдады деген сынды. Және бір өкінген кезің болды ма, немесе құрбыларына қарап кейде хиджабты жастай бастағанда өкінесің ба деген сынды сұрақтар да кейде келеді. Қоғам көбінесе орамалға байланысты, неге арабтар сияқты тағып алғансың, жас емессің бе, осы орамалдың не керегі бар, сүйретіп, даладағы шаңның барлығын жинап деген сияқты кейде орынсыз сұрақтарды жиі қойып жатады. Негізі бізде Таразда орамалдар аз болғандықтан андай қызығушылық болады да. Әжетханаға осылай кіресің ба, басын жуасың ба, шашың түсі қандай, сондай сұрақтар көп келеді. Ыңғайсыз, иә, шашын жумай жүре беруге болады шығар, бәрібір ешкім көрмейді ғой деген сияқты ше. Май болса да жүре беретін шығарсың, иә деген сияқты ыңғайсыз сұрақтар болады. Кімді алдап жүрсің деген сияқты сұрақтар, солай, Аллах сені қайда жүрсе де көреді ғой деген сияқты, несіне киесің, бәрібір денеңді жасырасың, ол сені көре алады ғой қайда жүрсің деген сияқты сұрақтар келеді. Негізінен үндемеймін, үндемей құтылғанды дұрыс көремін. Көбінесе байыппен түсіндіруге талпынамын, барынша сабырмен жауап беремін. Барынша иногда енді сарказм деген нәрсе бар, өзім сондай жақсы көремін. Иногда я жумаймын деп сөйтіп айта саламын. Иногда түсіндіруге тырысасың, бірақ енді қиын болса, я деп қоя саласың, сенікі дұрыс деп ше, не ойлайсың, соны ойлай бер деген сияқты қиналып кетсең солай жауап бер. Сразу айтамын, менің жеке құқығыма кірмей ақ қойыңыз, жеке шекарамнан аспай ақ қойыңыз. Шыдамым жетпеді көбінесе. Басында енді не істемейтін, жауап бермейтін, вообще күліп қоя салатын. Кейін уже түсіндіруге тырысамын, жоқ деп. Негізі қазір оңалып келе жатқан сияқты, баяғыда кеңес үкіметі заманында енді өте нашар болған ғой, Ақтөбедегі түрлі теракттар, иә. Соның әсерінен осы 2015-2016-да ол өте нашар болды деп айтамын, бірақ қазір оңалып келе жатқан сияқты. Тек үлкен жастағы әжелеріміз бар ғой. Мен де хиджабқа келемін деген кезде әжем кішігірім қарсы болған еді да. Естисің, күйеуге тигеннен кейін ақ келе бересің ғой, жастайынан не бар саған деген сынды. Сол мысалы жас, орта және аға буын деп айтатын болсақ, үлкен буындағылар, яғни кеңес үкіметінің сондай бір салдары, солардың бір ойы қалып кеткендер қарсы болмаса, бұлай әдесеті ойлай алатын жастар, орта буын өкілдері меніңше көзқарасы қазір оңалып келе жатқан сияқты қоғамның. И бұл өте қуантарлық жайт. Жалпы орамалға деген көзқарасы бұрынғы кезде, яғни қазіргі әпкелеріміз бар ғой, яғни орамалды, яғни уже 30 жастан асып кеткен сол кісілер ең алғаш орамалға келген кездерінде көптеген қиындықтар болды. Себебі ол кісілерге, яғни сыни көзге қараспен қарайтын. Ал қазір уақыт өте келе барлығы уже орамалға жай-жай үйрене бастағаннан кейін қазір уже нормально қарайды. Айтады да, менде де намазға ниет бар дейді. Бірақ мен оранғым келмейді. Айтады, жүрегіңде Аллах болса болды емес па, главное сен жүрегің таза. Маған сол жүрегің таза болса болды емес па деген әңгіме. Қолым кірді, бірақ жуып келдім деген сияқты. Сондай сияқты көрінеді да, қолым жуып келдім деп тамақ жей берген сияқты. Солай сияқты өзіме салыстырғанда солай сияқты көрінеді, бірақ
басында қатты мән беретін, қазір уже енді бәрібір болып барады. Қоғамның қазіргі таңдағы көзқарасы жақсы, яғни үлкен кісілер де жастарда орамалдың әрбір қыз баласына парыз екенін, және де орамалды қыздардың, арулардың көп жетістікке жетіп жатқанын, яғни олардың қоғамның бір бөлшегі екенін енді түсініп келе жатыр және жақсы қабылдауда. Осыдан 5-10 жыл бұрын алатын болсақ, ол кезде орамалдағы аруларды бірен-саран еді, және де оларға бір қоғамның аластатып, бір жаман көзқараспен қарайтын және де арабтар деп санайтын көбінесе. Ал қазір барлығын қазақтың біртуар қыздарының бірі деп санайды. Жауап береді екен бәріне. Ответ, иә, менде бар. Мен намазды қашан бастадым және хиджабқа қашан келдім деген сұраққа мүлдем жауап бермеймін. Оны нақты айтпаймын, ешқашан бұл сұраққа жауап бермеймін. Орамалға байланысты, кез келген жалпы орамалға байланысты сұрақтарға жауап бермеймін. Себебі орамал тағу ол әр адамның өз таңдауы, және де жаратушымыздың бізге парыз еткені, және ол ешқандай талқылауға, яғни менің тараптан, менің ойымша деген сұрақтарға келмейді деп ойлаймын. Жалпы барлық сұраққа жауап беремін, бірақ намазыма, орамалыма келген кезде қанша жастан бастадым деп, ол менің Алла тағала екеуміздің арамызда болғаннан кейін мен ол сұрақтарға жауап бермеймін. Ал негізі бүкіл сұраққа жауап беремін. Қатты ыңғайсызданған. Жалпы орамалыма байланысты ешқашан ыңғайсызданбағанмын, бірақ көршілерім ата-анама ең алғаш орамал таққанда қызын сектаға кіріп кеткен жоқ па, қызына тәрбие бермедім ба деген қисынсыз бір жанға бататын сұрақтарды ата-анама тікелей қойған кезде ол біраз жаныма батты. Бірақ ата-анам өзіміздің қызымыз қандай жолда жүргенін білеміз деп мені ақтап алған кезде ол кісілердің мені қолдайтынын және де өзімнің дұрыс жолда екенімді түсіндім. Ыңғайсыз ситуация дегенде негізі бізде универде екі ағай болған. Біреуі, яғни бізге телевидение жағынан түсіндіретін сабақта, ал бір кісі бізге, яғни руна жазу жайлы сабақ түсіндіретін. И мен қасымда Ынтызар деген подругамен тұрған кезде, ағайдан сабақ сұрап тұрғам. Сол кезде жаңағы екінші келген ағай, яғни телевидениеден сабақ беретін ағай бізге келеді да, именно маған келіп қасыма тұрып айтады да, бұлар террористер, бұлар жарат, бұлар сөйтеді, бүйтеді депші. И менің жаңағы қасымдағы подругам, мен үндемей тұра бердім да, менің бір әдетім бар, үндемей беттеріне қарап тұра беремін. Ал мен подругам жаңағы жынданып баратыр да, қабағы түйіліп, и бір кезде ол алды да есікті тарс жауып шығып кетті универден. Ал мен үндеген жоқпын, тұра бердім. И бір кезде айтады да, менің Алтынбек Қоразбаев, менің досым Ақтамақ деген өлең шығарыпты. Мен сұрадым дейді да, ол Ақтамақ деген өлеңді не үшін шығардың сен? Олар оранып алған бәрі. Сен олардың тамақтарын көрген жоқсың дейді да. И мен үндемедім да, тұра бердім, жарайды, сіздікі дұрыс ағай дедім да, и мен солай кетіп қалдым. Негізі өмірде неше түрлі жағдай болады ғой. Басында орамалға келерде ең бірінші мамамнан рұқсат сұрадым. Сонымен үйден шықтым, и бәрі саған қарап тұрған сияқты, бір түрлі андай жауапшы, бүйтіп төмен қарап, автобусқа мінген кезде бәрі былайынан қарап, күнде автобусқа мінетін сол студенттер көреді күнде мені, и солардың бәрі бүйтіп қарап деген сияқты. Бірақ сөйлемейді, танымайды ғой, бірақ күнде көріп жүрген студенттер. Бірге барамыз, бірге қайтамыз бір автобуспен. Қатты прям толқыдым, қорықтым да барар. Тәрбие бөлімінде отыратын әпке болған, қатты қаталайтын, ұратын, қыздарды да балаларды да ұратын. Тақпайсың, жоқ, ертең сен сосын никап киесің, сосын біреуге 4-ші әйел боласың, біреуге 3-ші әйел боласың, сондай әңгімелер айтты. Жоқ, мен сөйлеген жоқпын, ответ те берген жоқпын. Шешпеймін дедім. Шешпеймін, осы менің соңғы таңдауым, мен әпке шеше алмаймын дедім. Сосын онда таңдау оқудан шығасың, анау-мынау, сосын кураторымды шақырды. Не анау деп оған ұрысты, сосын ол тұрды да, тұршы деді, сосын тұрдым. Қайыр жаман деді. Саны көрініп тұрма деді кураторым. Сосын жоқ, шашы боялған ба, қызылға. Жоқ, тырнақ істеткен ба, кірпік жалғатқан ба, қайыр жаман болып тұр. Маған түсіндіріңізші, соны сізге қайыр ұнамай тұр деді. Сосын барлық жер ұнамайды деді. Ертең бұл былай жабады. Оған сен жауап бересің ба деді. Сосын кураторым жауап берем деді. Арада 3 күн өтпей кураторым жұмыстан шығып кетті. Жалпы қоғам барлық, мен ғана емес, барлық орамалдағы қыздарды кәдімгі өздерінің қарындастары, қыздары, сіңілдері ретінде қараған қалаймын. Себебі мен қазір журналистика мамандығында оқып жатқаннан кейін
негізі көптеген андай бір келеңсіздіктер болып қалады да, бір передачаға барып көрермен болып я болмаса бір қатысайын десең, олар шектетеді да, жоқ деген сияқты, керек емес, сендер бұзасыңдар, анау мына деген сияқты андай адамдардың ойын бұзасыңдар деп сондай болады. Жалпы енді онты уақыты келгенде жеңе білеміз деп ойлаймын. Қазір жақсы қабылдайды. Ал қалай қабылдағанын қалаймын, жалпы орамалдағыларды. Қалай бармыз солай? Иә, бірдей дәрежеде. Қоғам қалай бармын солай қабылдағанын қалаймын. Көбісі хиджабты қыздардан өте үлкен нәрсе күтеді да. Әрине мен хиджабқа келген кезде білдім, оның жауапкершілігі мол, басқа қыздардан ерекше болуым керек. Хиджабтағы ару дегеннің өзі сондай ғой, басқадан ерекшеленіп тұрады деген сынды. Бірақ менің өзіме сай энергиям, өзіме сай мінезім, өзіме сай еркелігім және көзқарас мен позициям бар да. И мені хиджабтағы қыз деп қоғамның немесе болашақтағы қалай айтады, жолдасымның жай ғана үйге айтады ғой, үйге қамап қойғанын немесе саған көпке көрінуге болмайды, отыр деген сияқты қаламаймын. Заманға сай хиджабтағы қыздар әрине өз орнын, жауапкершілігін білу керек, бірақ заманға сай қоғаммен араласу, өз жинаған білімінді бөлісу, өз позициямен әрекет ету, яғни осылардың ешқайсынан жұрдай болып қалмау керек та. Мен қалаймын, что қоғам бізді жеке топ ретінде қоғамнан бөлмегенін. Қоғам жалпы орамалдағыларды қабылдау деген сөз емес, Аллах тағала бізге парыз етті. Біз қоғамның бір мүшесіміз, сондықтан мүше ретінде қабылдаған. Мән бер.